Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Құран жаттаған адам жәннатқа кіргеннен соң оқы дейді екен. Дүниеде жаттаған нәрсеңнің бәрін оқы, әрбір аяты сайын саған дәреже дейді екен. Әрбір аят сайын. Альхамдулиллахи раббил аламин бір дәреже. Ар-Рахманир-Рахим екіншісіне көтерілдіңіз. Осылайша кете бересіз. Дүниеде қалай оқыдың, солай оқи бер дейді екен. Құранның бүкілін жаттаған адамның дәрежесі қандай болады десеңізші.